Сәлем достар, бананды торт дайындаймыз. Бізге керекті заттар: ұн, сгущенка, шекер, бөлме температурасындағы сармай, 2 банан, жұмыртқа, разрыхитель. Алдымен жұмыртқаға шекерімізді салып, қозғап аламыз, араластырып аламыз. Қанты еру үшін осылай ертіп болғаннан кішкене қойып қоямыз оны. Содан кейін ұнымызға разрыхителімізді саламыз. Және сармайымызды салып, біркелкі қылып сармаймен ұнды араластырамыз. Қолымызбен кезгеннің өзінде осылай араласады. Содан кейін жаңағы жұмыртқа мен шекерімізді салып, песочный қамыр иілейміз. Қолға жабыспайтын, кішкене жабысып жатса, азғантай ғана ұн саламыз, көп ұн салмаймыз. Өйткені қатты болып қалмау керек. Жұп-жұмсақ, шамалы қолымызға жабыспаса болды. Қамырымызды жақсылап иілейміз. Мінекей, ұнды кішкене себелеп қамыр иілейміз. Содан кейін дайын қамырымызды 24 диаметрлі формаға жайып, біркелкі етіп, астын вилкамен осылай бастырып шығамыз. Пісу үшін, біркелкі пісу үшін. Содан кейін оны 15 минутқа 180 градусқа салып қоямыз. Біз оған дейін кремін дайындаймыз. 200 грамм сливкиға 30 грамм шекерді салып, жақсылап миксерлейміз. Қоюланғанға дейін. Бірінші жайдан, содан кейін барып көтере бастаймыз. Сливки 33% болуы керек. Мінекей, осылай іздері қалады. Сливки қатты болды деп өз формасын ұстаған кезде осындай іздері қалып бастайды. Содан кейін пісіп шыққан тестамызды суытып, бетіне жаңағы сгущенканы жағып шығамыз. Содан кейін тураған банандарымызды біркелкі етіп теріп шығамыз. Содан соң барлығын жасап болғаннан соң жаңағы сливки кремімізді кондитерлік қапшыққа салып осылай шығарамыз. Барлық жеріне әртүрлі гүл насадка қолсаңыздар да болады. Немесе кондитерлік қапшық болмаса, кәдімгі таза пакеттің ішіне салып, басын кесіп істесеңіз болады. Қатты тығыз болмайды сливки, воздушный болады. Сондықтан қорықпай, жыртылып кетпейді. Осылай бетін сәндеп шығамыз. Бетіне кішкене какаоның сәндік үшін істеуге болады, немесе істемесеңіздер де болады. Ситадан какаоны кішкене өткізіп, осылай бетіне сепкілеп шығамыз, себелеп. Ал каналымызға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Көргендеріңізге рахмет. Ас болсын жасап көріңіздер.